Ассамблея ел бірлігін іс жүзінде орнықтыра түсетін тиімді құрылым. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының 33-ші сессиясында сөйлеген сөзінде ұйымның этностардың өзара ынтымақтастығы мен бірлігін сақтап қалу жолында маңызды рөл атқаратындығын айтқан болатын. На сегодняшний день Ассамблея народа Казахстана проводит большую работу по укреплению мира и согласия представителей более 100 различных этносов страны. В регионе для обеспечения эффективной работы Акмолинской ассамблеи народа Казахстана действуют Қоғамдық келісім в городе Кокшетау, Дом дружбы и творчества в городе Степногорске, Центры дружбы в Зерендинском и Целиноградском районах. В Доме дружбы города Кокшетау находятся кабинеты 17 областных этнокультурных объединений. На базе учреждения успешно развиваются творческие коллективы ЭКО, такие как народные ансамбли «Русская песня», «Галия Бану», вокальная группа «Синегория», танцевальная школа лезгинки «Алан» и другие. Этномәдени бірлестіктер мен қоғамдық құрылымдар өкілдері Қазақстан Халқы Ассамблеясының мың бала, ел тану, Қазақстан этностарының жалпы азаматтық бірегейлігін қалыптастыру, үйде сөйле, мәдениетті ана, мәдениетті ұлт тәрізді жобалар аясында бірқатар бағдарламаларды жүзеге асыруда. Тәуелсіздік алғаннан бері елімізде қоғамдық институттар көптеп қалыптасты. Солардың бірі Ақсақалдар кеңесі. Облыста 21 аудандық, 20 ауылдық Ақсақалдар кеңесі тұрақты негізде халықтың әлеуметтік мәселелерін уақытылы анықтау және шешу бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізіп, тұрғындар арасында келісім мен бірлікті сақтау бағытында кездесулерін өткізіп тұрады. Ассамблеяның мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы аясында аналар кеңесі 60-қа жуық іс-шара өткізді. Аталмыш кеңестің ақжаулық аналардың символы фестивалін «Қыз ұлт болашағы», «Бұрымды қыз» облыстық байқаулары, қайырымдылық акциялары мен дөңгелек үстелдері көпшілік көңілінен шығуда. В реализации проекта «Елдесу және Татуласу» на базе Дома дружбы функционируют центры этномедиации и в районах области 18 площадок этномедиации. На тему обеспечения межэтнического согласия и общенационального единства члены клуба журналистов активно публикуют материалы в средствах массовой информации. Научная экспертная группа, работа которой направлена на научное сопровождение деятельности Акмолинской ассамблеи, проводит мероприятия по формированию гражданской идентичности. Кроме того, при научной экспертной группе начал работу клуб молодых ученых и также продолжают работу кафедры ассамблеи при университетах имени Шуканова-Алиханова и Абая Мырзахметова. Ұйымның ассамблея жастары өкілдігі бірлігіміз әр алуандықта Қазақстан этностарының жалпы азаматтық бірегейлігін қалыптастыру, саналы ұрпақ жарқын болашақ жобалары іске асыруда. Ақмола ассамблеясының бір ұйымы болып саналатын сәндік қолданбалы өнер шеберлерінің одағы да түрлі этностардың ұлттық құндылықтарын насихаттап, ұрпаққа жеткізу жолында шеберлік сағаттарын өткізіп тұрады. Құрамында ассамблея этномәдени бірлестіктерінің мүшелері, кәсіпкерлер енген Жомартжан қоғамдық қоры өткен жылы 120 миллион теңгеден астам 20 мың адамды қамтитын қайырымдылық іс-шаралар өткізді. Ассамблея мүшелері өңірімізде болған су тасқынынан зардап шеккендерге жүректен жүрекке акциясы аясында көмек қолын созды. Сонымен қатар қоғамдық келісім мекемесінің бастамасымен тұлғатану, саналы ұрпақ жарқын болашақ, еңбек пен бірлік жарасқан өңір, әже тәрбиесі ұлылықтың дәні секілді 4 жаңа жоба өткізілді. Ассамблея өз қызметінде мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге және оны этносаралық қарым-қатынас тілі ретінде дамытуға ерекше көңіл бөледі. Қоғамдық келісім мекемесі базасында мемлекеттік тілді насихаттау және дамыту орталығы мәміле пікірталас клубы қызметін жалғастыруда. Биылғы жыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдық мерекелік жылы. Халқымыздың ырыс алды ынтымақ дегендей достық пен татулықты темір қазығындай ұстанған елдің ең басты құндылығы бірлік пен келісім бағытындағы игі шаралар өз жалғасын алдағы жылы да табады. В целях достойного празднования этой знаменательной даты был принят план мероприятий под названием «30 лет на пути единства и согласия». Главной целью этих мер является популяризация значения ассамблеи среди населения, уважение культуры каждого этноса, укрепление национального единства. Бұл мерекелік шаралар халықты біріктіріп, еліміздің дамуына жаңа серпін беру үшін маңызды қадам болары сөзсіз. Қазақстан Халқы Ассамблеясы еліміздің тұрақтылығы мен дамуы үшін әлі де үлкен іс атқаратынына сенеміз.